Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің ашық сағат алаңы жобасы аясында Азаматтық авиация комитетінің өкілдері қазақстандық әуе компаниялардың жетекшілерімен кездесті. Басқосуға Air Astana, Fly Arstan, SCAT, Қазақ Air, Южное Небо және Оңтүстік сынды авиатасымалдаушылардың басшылары қатысты. Негізгі әңгіме өзегі әуе билеттері бағасын белгілеу болды. Бүгінгі жол жүру құжатының құны халық арасында ең жиі талқыланатын, әрі үлкен маңызға ие мәселенің бірі. Ежегодно у нас наблюдается рост пассажиропотока. Жыл сайын жолаушылар ағыны көрсеткіші шамамен 10%-ға өсіп келеді. Мәселен, отандық авиакомпаниялар 2022 жылдың алғашқы 8 айында ішкі және халықаралық бағыттар бойынша 6,9 миллион адам тасымалдаған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 11%-ға жоғары. Ал пандемияға дейінгі, яғни 2019 жылғы көрсеткіштен 23%-ға артық. 2021 жылы ішкі нарықтың өзінде 7,5 миллион адам тасымалданды. Бұл көрсеткіш алдыңғы жылдармен салыстырғанда 64%-ға көп. Сонымен қатар жиын барысында халықаралық және ішкі бағыттар бойынша бір шақырымға белгіленген жоғары және төменгі шектегі тарифтерді белгілеу саясаты талқыланды. Бұдан бөлек, Азаматтық авиация комитеті өкілдері қазақстандық авиакомпаниялардың билет сататын сайттардағы жол жүру құжатының бағасына салыстырмалы талдау жасады. Сондай-ақ басқосуда әуе билеттерінің құнын төмендету бойынша бірқатар ұтымды ұсыныстар назарға алынды.